Сәлеметсіңдер ме оқушылар? 9-шы сабақтың тақырыбы атам бата береді. Сабақтың мақсаты мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. Жаңа тақырыптың жаңа сөздерімен таныс болайық. Жаңа сөздерді сөздікке жазып қойыңдар. Ардагер, ветеран, соғыс ардагері, ветеран войны, еңбек ардагері, ветеран труда, бата береді. Давать благословение. Тыңдалым оқылым тапсырмасы. 4-ші тапсырма. 20-шы бет. Мәтінді тыңда, оқы. Қазақ отбасындағы өте ертеден келе жатқан ерекше дәстүрдің бірі бата беру. Бата тілі көркем, ізгі тілек түрінде айтылатын қысқа, әрі мәні терең сөз. Батаның тәрбиелік маңызы үлкен. Бата берудің өз жолы, дәстүрі, рәсімдері бар. Дастархан басында, түрлі жиын тойда, отбасы мерекелерінде, тұсаукесер, тілашар кезінде жастар қол жайып, үлкендерден бата сұрайды. Батаны кез келген адам бермейді. Батаны көпті көрген, ақсақалдар мен дана әжелер береді. Батаның түрлері бар. Ас батасы, асты үстелге әкелгенде, немесе ас ішіп болған соң берілетін бата. Ас батасы тамақ ішкен сайын беріледі. Рамазан батасы, 3 күнгі ораза айтта айтылатын ізгі тілек, жақсы ниет. Жол батасы ұзақ жолға шыққанда беріледі. Жолға шығарда үй иесі көршілерге туыстарға тамақ беріп, үлкен ақсақалдан бата алады. Тілек бата, үлкендер жастарға риза болғанда, реті келген жерде қолын жайып беретін батаның түрі. Қазақтар сөз өнерін өте жоғары бағалаған. Бата адамға күш береді, жолын ашады, жаман күштерден сақтайды деп сенген. Тыңдалым оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді мұқият тыңдайды 1 балл. Мәтінді оқи алады 3 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Жазылым тапсырмасы 5-ші тапсырма 20-шы бет. Мәтіннің мазмұны бойынша төмендегі тақырыптарды ретімен орналастырып жоспар құр. 1-ші тақырып батаның пайдасы. 2-ші тақырып бата берудің тәртібі. 3-ші тақырып батаның түрлері. 4-ші тақырып үлкендердің батасы. Осы тақырыптарды рет-ретімен оқыған мәтін бойынша орналастырып, жоспар құр. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтіннің мазмұны бойынша төмендегі тақырыптарды ретімен орналастырады 1 балл. Тақырып ретімен жоспар құрады 1 балл. Сөйлемдерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды 1 балл. Сөйлемдерді қатесіз жазады 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.